Жұматаева Жазира Манарбекқызы 1991 жылы 29 шілдеде Семей қаласында дүниеге келген. Ұлты қазақ, білімі жоғары, Қазақстан Республикасының азаматшасы. 2009 жылы Семей қаласының номері 37 мектеп гимназиясын бітіріп, 2009 жылы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің мемлекеттік грантын иеленді. Оны 2013 жылы үздік дипломмен бітірді. Қайырлы күн, Жазира Манарбекқызы. Сізге деген біздің бірнеше сұрақтарымыз бар еді. Соның біріншісі, осы Қазу қалашығында қанша жылдан бері жұмыс жасайсыз? Қайырлы күн. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2019 жылдан бастап жұмыс жасаймын. Оқытушы ретінде өмірлік ұстанымыңыз? Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Қазу студенттеріне кеңес беретін бір фильміңізді айтып өтсеңіз? Көшпенділер. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытында отбасыма көңіл бөлемін және де тұлғалық дамимын. Ең үздік адвайзер сайысына қатысудағы басты мақсатыңыз? Менің басты мақсатым өзімді білім ғылым жағынан ғана емес, жас оқытушы ретінде өзімді жаңа қырларымды, креатив ойларымды көрсету. Осы күнге дейін жеткен жетістіктеріңіз жайлы айтып өтсеңіз? 10-нан аса мақалаларым жарияланған, және де Геоглобал ғылыми үйірмесінің жетекшісімін. Түрлі алғыс хаттармен, грамота, сертификаттармен марапатталғанмын. Жазира Манарбекқызы, өзіңіз жайлы айтқан сырлы сұхбатыңызға рахмет. Енді тобымызбен жақынырақ таныса өтсек. Жүріңіздер, кеттік. Бұл менің тобым 2-ші курс кадастр мамандығының 6-шы топ студенттері. Менің тобымның көшбасшысы Нұрбек. Сабақты мұқият оқиды, еш уақытта сабақтан қалмайды. Ал бұл менің тобымның ең позитивті, ең көңілді студентімнің бірі Ерзат. Ал бұл менің сүйкімді де сүйікті қыздарым. Оқытушының сөзін ешқашанда бөлмейді және де қарсы келмейді. Менің тобымның студенттері жиналысқа, дайындыққа уақытылы келеді, ешқайсысы кешікпейді. Кіріңіз, ал біз дайындығымызды бастаймыз. Барлығына сәттілік, бізге жеңіс!